және татулыққа, достыққа, жұмысшылыққа тәрбиелеу. Жалпы бұл дөңгелек столдың мақсаты бұл жерде жалпы 1 сағат бойы өздеріміздің ойларымызды айтып, пікірлерімізді білдіруге болады. Жалпы Қазақстан татулықтың мекені деген тақырыптың өзі үлкен мән береді. Біздің елімізде Қазақстан Республикасындағы ұлттар жаңа достығы ұлттар лигасы 1995 жылы 1 наурызда қабылданды. Қазақстан ұлттар ассамблеясының жалпы маңызы неде? Көп ұлттылықтың маңызы неде? Еліміз үшін қандай маңызы бар көп ұлттылықтың балдар? Көп ұлтты, достықтың, тағы да қарым-қатынастың, ауызбіршіліктің, сосын дұрыс. Оны ұстап тұру кімдерге байланысты? Еліміздегі татулық бір ұлттар арасында айтып отырмын. Халыққа дұрыс айтасыңдар. Нешеден астам ұлттар мен ұлыстар бар? Дұрыс айтасыңдар. Қазақстан көп ұлтты жаңа мемлекет. Қандай себептерге біздер жаңа көп ұлтты мемлекетке айналдық балдар? Көп ұлтты мемлекетке.